Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы гүлге су құямыз. Сабақтың мақсаты. Бүгін сабақта, балалар, сендер жаңа сөздерді айтасыңдар, сұрақтарға жауап бересіңдер, түсінгенін айтуға дағдыланасыңдар. Өткен сабақты қайталайық. Орысшаға аударыңыз. Переведите на русский язык. Сыйлаймын, сыйлайсың, сыйлайды, туған күн, рақмет, мереке, мейрам, гүл шоғы, тамаша, керемет. Екінші тапсырма. Қазақшаға аударыңыз. Переведите на казахский. Сегодня у Анель день рождения. Саша подарил Анель шар. Анна подарила книгу. Канат подарил лего. Алибек подарил цветы. Я подарил куклу. Ал енді жаңа сөздерді сөздік дәптерлеріңізге жазыңдар. Новые слова, ребят, запишите в словарик. Озон, длинный. Қысқа, короткий. Аз, мало. Көп, много. Озон. Қысқа. Аз. Көп. Жарайсыздар, балалар. Келесі тапсырма. Оқулықтағы 91-ші бетті ашыңдар. Откройте учебники на странице 91. Сөз жұмбақты шешіңіз, сөздерді дәптерге жазыңыз. Нужно решить, ребята, сканворд и ответы записать в тетради. Дәптерлеріңді ашыңдар, сәуірдің 20-сы деп жазыңдар. Запишите число. Затем через запятую запишите отгадки. Мынау не? Мынау не? Мынау нелер? Мынау не? Бұл сөздерді дәптерге жазыңдар. Жақсы, балалар. Келесі тапсырма. Керекті жалғауларды қойып, дәптерге жазамыз. Нужно вставить нужное окончание, ребята, и записать в тетради. Менің қызғалдағы, сенің қызғалдағы, сіздің қызғалдағы, оның қызғалдағы. Также со словами Раушан и Гүл. Выберите снизу окончание, вставьте их и запишите в тетради. Әдемі, дұрыс жазамыз. Келесі тапсырма. Гүлдердің сипаттарын оқиық. 92-ші бетте екінші тапсырма. На странице 92 есть упражнение номер 2. Нужно посмотреть на рисунки, ребята, и составить предложение. Посмотрите, как я составила. Мынау Раушан. Бәйшешек. Мынау Раушан мен бәйшешек. Раушан қызыл. Және ұзын. Бәйшешек әдемі. Және қысқа. Мынау бәйшешек. Мынау фиалка. Мынау бәйшешек пен фиалка. Бәйшешек көп. Фиалка аз. Мынау қызғалдақ пен Раушан. Раушан қызыл. Қызғалдақ сары. Почитайте, ребята, эти тексты и постарайтесь составить сами такой же текст
с любым из этих рисунков. Все это делается устно. Жарайсыңдар, балалар, жақсы. Ал келесі тапсырмада, үшінші тапсырмада, в третьем упражнении, нужно найти правильные предложения. Среди них есть предложения с ошибками. Таңдап алыңдар. Выберите. Сен анаңа гүл сыйлайсың ба? Мен бәйшешек ұнайды. Саған гүлді ұнайды ма? Бәйшешек әдемі гүл. Терезеде 3 гүл жүр. Гүлге су құямыз. Выберите среди этих предложений, ребята, правильные предложения. И нужно их записать в тетради. Ал енді 92-ші бетте білгенге маржан бағанда осындай мақал-мәтел бар. Оны оқыңдар және жаттаңыздар. Нужно прочитать пословицу, а на странице 92 записать в конце словарика и выучить наизусть. Қыз өссе елдің көркі, гүл өссе жердің көркі. Девушка – украшение страны, нации нашей, а цветы – украшение земли. Жарайсыңдар, балалар. Ал енді рефлексия жасайық. Егер бәрі де түсінікті болса, білемін десеңіз, бірінші смайлик болады. Егер білдім, жаңа нәрсені білдім десеңіз, екінші смайлик болады. Егер білгім келеді, тағыдан білгім келеді десеңіз, онда үшінші смайлик. Сау, саламат болыңыздар.